ақша шығарып аламын, келесі ойында көтеріп аламын деп ақшаны тіге береді, сонымен қанша қарызға кіріп кетеді. Тіпті бағанағы мектепте істейтін әйелінің айлығына дейін, үйіндегі телевизор, холодильникке дейін бәрін сатып, бәрін тігіп, сөйтіп қарызға кіріп кеткен. Соңында өзінің сондай бір, яғни тупикке тірелгенін, тереңінен былыққа батқанын сезген кезде, көрген кезде, ол іштей емделгісі келеді, бірақ одан емделе алмай жатқан адамдар көп. Жалпы мынау дәрігерлер айтады, наркоманды, яғни нашақор адамды емдеп алу, әлгі азарттық құмар ойындарына кіріп кеткен адамды емдеп алудан қайда жеңіл дейді. Ал ертең Алланың алдына барған кезде оның жауабы өте ауыр болады. Сол үшін де бұл ешқандай бір жақсылыққа алып келетін нәрсе емес. Алла тағала харам дегеннен кейін тыйылсақ, біз соның барлығынан құтылар едік. Ал енді тыйылмағаннан кейін адамдар осындай проблемаларға душар болып жатыр. Сол үшін бұл нәрседен аулақ болайық.